Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 6-шы сабақ. Сабағымыздың тақырыбы алақай, демалысқа шығамын. Бүгінгі сабақтың мақсаты жаз айларын жатқа білу, жазғы демалыста не істейтінін айта алу, ойын толық жеткізу, жіктік жалғауын қайталау. Жаңа сөздер: жаз, лето, маусым, июнь, шілде, июль, тамыз, август, демалыс, выходной. Сөздерді өздеріңе жазып алыңдар. Оқулықта 120-шы бетте мәтін берілген, бірге тыңдаңдар және бірге оқыңдар. Жаз жыл мезгілдерінің бірі. Жаз айлары: маусым, шілде, тамыз. Жазда мектеп оқушылары, мұғалімдер демалады. Шілдеде лагерьге барамын. Лагердің жанында үлкен көл бар. Тамызда әкеммен, анаммен қыдырамын. Оқулықта 121-ші бетте бірінші тапсырма жазылым. Сұраққа жауап береміз. Жазда балалар қайда барады? Жазда балалар ауылға, лагерьге, тауға, көлге, теңізге барады. Оқулықта 121-ші бетте екінші тапсырма бар. Жазылым, айтылым. Кім қайда демалады? Ответьте, пожалуйста, устно на этот вопрос. Кім қайда демалады? Кто где отдыхает? Жазда Әлібек ауылда демалады. Жазда Саша лагерьде демалады. Жазда Әнел тауда демалады. Жазда Алуа көлде демалады. Жазда Дана теңізде демалады. Жазда Әли өзенде демалады. Балалар, бұл өлеңді бірге оқиық. Балақай-ау, балақай, жаз келеді алақай. Жалаң аяқ жүреміз, балақты да түреміз. Көлден балық сүземіз, жалтылдатып тіземіз. Автор Қадыр Мырза Әли. Прочитайте несколько раз. Сау болыңдар балақайлар. Менімен бірге жұмыс жасағандарыңа көп рахмет.